Қазақстаннан емес, өзге қай елден баспана алушы едіңіз деген сұрақты қойса, не деп жауап берер едіңіз? Жерлестеріміз Түркиядағы Анталиядан үй сатып алу бойынша алғашқы 10-қа енді. Сәлем қазақ елі, бұл экспресс жаңалықтары, бізде 1 минут кеттік. Жерорта теңізінің жағасында орналасқан Анталия курорттық қаласында қазақстандықтар жай ғана демалмай баспана алып жатыр екен. Бұл туралы түркиялық жылжымайтын мүлік сату компаниясының өкілдері айтуда. 2017 жылдан бері шетелдіктер Түркиядан 200 мыңнан аса үй алған. Оның 20% жаңағы Анталияға тиесілі. Алғашқы 10-қа Қазақстанмен қатар Ирак, Украина, Швеция, Норвегия, Ұлыбритания, Дания азаматтары бар. Үштік қатарында ресейліктер, ирандықтар мен германиялықтар. Қазақстандық өнер жұлдыздары да Түркиядан баспана алып қойғандарын айтқан еді. Мысалы, Қыдырәлі мен Қарақат, Айнұр Тұрсынбаева, Мәдина Садуақасова мен Алтынай Жорабаева